сабағымызда өзімізді қалай көрсетеміз? Сол үшін өздерінің аттарының бас әрпінен бүгінгі сабаққа қалай қатысатындарын айтып шықпаңдар. Аты мақсат, мен бүгінгі сабаққа ақын боламын. Жарайсың? Мен Райбек, мен бүгінгі сабаққа ақын боламын. Мен Тимур бүгінгі сабақта талапты боламын. Жарайсың? Мен Гүлбану бүгінгі сабақта грамотный боламын. Мен Гаухар бүгінгі сабақта гений боламын. Ой, молодец. Мен Ақтолқын бүгінгі сабақта алда боламын. Мен Сана бүгінгі сабақта сабыр боламын. Мен Айтолқын бүгінгі сабақта актив боламын. Жарайсың. Топты сендер? Менің атым Назна, мен бүгінгі сабақта қарапайым боламын. Менің атым Толқын, мен бүгінгі сабақта тиянақты боламын. Менің атым Оңғызым, бүгінгі сабақта Ақты боламын. Жарайсың. Менің атым Шұғла, мен бүгінгі сабақта Шапшан боламын. Менің атым Аяулы, мен бүгінгі сабақта Айрықша Дүнге боламын. Менің атым Қайсар, мен бүгінгі сабақта Қаламбек. Менің атым Серік, бүгінгі сабақта Серік боламын. Жарайсың. Ал балалар, бүгін сабағымызды бастамас бұрын мен сендерге мына түрлі түсті конфеттерді ұсынамын. Өздерінің таңдаған түстеріңді алып топтарға бірігіп алайық. Алып кәнеке ала қойғаннан жерде. Таңдаған топ. Бірінші топ. Көп конфетті таңдаған топ. Оқушылардың топтарына топқа отырамыз. Екінші топ болады. Бағалаудың екі түрін қолданамыз. Бағалау парағы топ басшыларында болады. Жеке өздерінің бағалау парақтарын, яғни өздерің бағалайсыздар. Әрі соны жинақтап топ басшы біріктіріп отырады. Мына топта өздерінің топ басшыларын сайлап, мына топ басшыға жеке өздеріне бір бағалау парағын алыңдар. Сендер де мына жерде топ басшыларын сайлаңдар. Сосын мына жерде өздеріңе бір бағалау парағын алыңдар. Біз жаңа сабағымызды бастамас бұрын алдыңғы өткен тақырыбымызға шоу жасап алайық. Алдыңғы тақырыпта біз халықаралық шиеленістерді реттеудегі Біріккен ұлттар ұйымының қызметін өткен болатынбыз. Сендерге сұрақ. Халықаралық шиеленістерді шешуде Біріккен ұлттар ұйымының негізгі атқарған қызметі қандай болды? Қанди кім айтады? Авторын айтады. Біріккен ұлттар ұйымы бейбітшілікті сақтаудың негізгі қағидаттарын орнатты және де Біріккен ұлттар ұйымы сәйкесінше әлемде болып жатқан шиеленістерді шешуді заңды түрде орындайтын бірден-бір ұйым болып табылады. Жарайсың. Ал Біріккен ұлттар ұйымы қандай әлемдік мәселелерді шешті? Қандай бітімгершілік қызмет атқарды? Ал Гүлбану айта ғой. 90-шы жылдары Біріккен ұлттар ұйымы көптеген елдің, атап айтқанда Ауғанстан, Орталық Америка, Руандада, Тәжікстанда және де Грузияда ушыққан мәселелерді реттеуге араласқан. Жарайсың. Олар осы үй тапсырмасын нақты тиянақтап алу үшін мен сендерге интерактивті тақтадан сұрақ-жауап әдісі арқылы тапсырмалар дайындадым. Ендеше осы сұрақтарға жауап беріп көрейік. Халықаралық дағдарыстарды болдырмауда маңызды рөл атқаратын ұйым. Біріккен ұлттар ұйымы. Біріккен ұлттар ұйымының оң нәтижелерге қол жеткізген дағдарыстары. Жарайсыңдар. Қақтығыстарды реттеудегі механизмі қандай болды? Бейтараптандыру. Біріккен ұлттар ұйымы кірісімінің арқасында соғыс аяқталған мемлекеттер. Иран мен Ирак па? Қай жылы? 1989 дұрыс айтасыздар. 1989 жылы жанжалдарды шешуде Біріккен ұлттар ұйымының рөлін күшейтуге мүдделі екенін білдірген қандай еді? Жарайсыңдар. 20-шы ғасырдың соңғы 10 жылдығындағы шиеленістердің сипаты қандай болды? Мемлекетшілік. Балалар. Ал мына суретке қарап бүгінгі сабағымыздың тақырыбын анықтап алайық. Не көріп тұрсыңдар? Ал ендеше балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы араб көктемінің себептері мен салдары қандай болды? Бұл біздің араб елдерінде болған дұрыс айтасыздар, көтерілістер, революция, араб көктемі деп тарихта араб көктемі деген атпен қалған
революцияның шығу себебі, салдарын анықтаймыз. Ол үшін сендерге бірінші видео көрсетілімді ұсынамын. 2010 жылдың аяғы 2011 жылдың басында бүкіл Таяу Шығыс пен Солтүстік Африка бойынша жаппай наразылық шаралар бой көтерді. Бұл ереуілдер пан-арабтық төңкеріс, арабтардың ояну деген атаулармен белгілі болды, бірақ араб көктемі деген атаумен тарихта қалды. Осының бәрі немен аяқталды? Бұл төңкерістер 4 мемлекет басшысын тағынан тайдырды. Біреу қашты, екіншісі отставкаға кетті. Қазір оның соты жүріп жатыр. Үшіншісін таптап, тепкілеп өлтірді. Төртіншісі билікті басқа президентке берді. Қалған билеушілер мерзімдері біткен бетте орындарынан кетуге уәде берді. Дегенмен кейін халық көтерілісіне Wikileaks сайтында жарияланған Тунис президентінің құпия хат жазбалар түрткі болды деген ақпарат шықты. Елеусіз кісі өлім салдары бойынша Осман империясының күйреуімен теңесетін түбегейлі өзгерістерге әкелетін Балалар, бұл сабақта біз араб көктемінің әлеуметтік экономикалық алғышарттары туралы, араб көктемінің басталуының себептері мен салдары, яғни жүру барысын, Таяу Шығыстағы саяси қимылдардың негізгі себептері туралы білеміз. Ол үшін біз бүгінгі сабағымызда түрлі тапсырмаларды орындаймыз. Оқулықты, қолдарындағы оқулықты, интернеттен алған мәліметтерді пайдаланып, сендер бірінші тапсырманы орындайсыңдар. Осы айтылған мақсаттарға жету үшін біз бірігіп мынадай тапсырмалар орындаймыз. Бұл жерде сендер араб көктемінің әлеуметтік экономикалық алғышарттарын жазып шығасыңдар. Бірігіп топтар жұмыс жасайсың. Мынау тапсырманы орындап болсақ, араб көктемінің әлеуметтік экономикалық алғышарттары қандай болған екен? Араб көктемінің бас көтерілулері алғашында көшедегі шерулер түрінде өтті. Оның одан әрі өршуіне бірнеше мәселелер әсер еткен болатын. Эмигранттардың соңғы толқынына сұраныс болмады және де туу санының өте жоғары болуы. Билікті басып жаншуы мен цензорларға қарсы халық болып наразылығы. Экономикалық өрлеу болмады. 2010 жылы 17 желтоқсанда Тунис азаматының өз-өзін өлтіріп жіберуі. Жағдайын жақсарту мақсатында араб жастарының көпшілігі Еуропаға қоныс аударуы. Араб жастарының жұмыспен қамтамасыз етуге дәрменсіздігі, білікті мамандардың жұмыссыздығы. Толқулардың шығуына шоқтырылып отырған сыртқы күштердің әсері. Халықтың әлеуметтік және экономикалық жағдайының нашарлауы. Туу санының өте жоғары болуы. Нарықтық дағдарыстың болуы. Білім беру бағдарламасының басымсыздығы. Жалпы араб көктемі туралы не түсіндің? Қандай ой қалыптасты сендерде? Қандай ой түйдіңдер? Араб көктемі деген не екен? Таяу Шығыс пен Солтүстік Африкадағы наразылық шерулері мен демонстрациялар тізбегі араб көктеміндегі әріптен белгілі болмасқан. Иә, ол қай жылдары басталған сонда араб көктемі? Бұл жағынан бұл оқиға Батыс Сахараның 2000 жылы басталды. Негізгі шығу себебі қандай екен бұның? Негізінен 300 елі Тунисте 2010 жылы 18 желтоқсанда Мұхаммед Буазизи полицейлердің жемқорлығына шыдай алмай өзін өртеп жіберген. Және де осы араб көктем көтерілісінің шығуына түрткі себеп болды. Айтасыңдар. Яғни араб көктемінің деген оқиғаның басталуына себеп болған Тунистегі жұмыссыз жас жігіттің көшеде арбамен жеміс сатуға шыққан жерде полицейлердің ол балаға жасаған қысастығына. Жалпы балалар араб көктемінің шығуына себеп болған елдегі тұрақсыздық, жемқорлық, пара алушылық, жастардың Европа елдеріне барып білім алып келсе де, жаңа білімді меңгерсе де жұмыссыздықтың болуы, сонымен қатар елдегі бала санының артуы, туу өсімінің көрсеткішінің жоғары болуына байланысты бала санының көбеюі, елдегі жұмыссыздық, тұрақсыздық, бұның барлығы жалпы халықтың ұзақ уақыт ел билігіне отырып халықтың қамын емес, өзінің ғана байуын ойлаған президенттеріне қарсы наразылық шарасынан басталған еді.
құрметті балалар, осы ел басқарған президенттердің қанша жыл басқарған, қай елді басқарғанын көрсету үшін интерактивті тақтадан картамен жұмыс жасаймыз. Тапсырманы орындауға кімдер шығады? Толқын келе ғой. Қай елді? Тунис. Тунистің президенті кім екен? Зин аль-Абидин. Тунис мемлекетінің әскери қайраткері, Тунистің президенті Зин аль-Абидин. 1987 мен 2011 жылдары билікке келген екен, бұл қараңдар, сонда 2011 жылы билікте болды. Яғни араб көктеміне дейін жүргізді. Одан ары қарай ол тақтан кетті. Келесі. Кім келеді? Аяу. Ирак. Асықпай басамыз. Ирак мемлекетінің басшысы. Бұл президент араб көктемінде халықтың наразылығына ұшыраған, Келесі, келе ғой, Алмахан. Йеменнің басшысы Али Абдулла Салих 30 жылдан астам уақыт тағында отырған. Келесі, келе ғой, Асқар. Иордания елінің президенті кім? Патша Абдулла. Жарайсың, артқа қарай қайт. Келесі кім келеді? Сана кел. Судан елінің президенті. Жарайсың. Келесі, Ақтоғын. Сен қайсың? Ливия елінің президенті кім? Муаммар Каддафи. 2 жыл билікте отырған. Келесі. Египет. Оның басшысы Хосни Мубарак. Әлемде орын тақтарын ең ұзақ сақтаған басшылардың дені осы араб елдерінде, және ол Мысыр басшысы Хосни Мубарак. Ол 30 жылдан астам уақыт басқарған. Жарайсың. Келесі. Байбек. Сирия елінің президенті кім болған? Сирияның президенті Сирияны 38 жылға билеген Хафез әл-Асад биліктің мұрагерлік жолымен ұлы басшы әл-Асадқа тапсырды. Яғни балалар қараңдар, сонда бұл жерде ел басқару үстінде ұзақ отырып, бар елдің байлығын халықтың қамымен емес, елдің байлығын өз қаражатына, өз қарнына толтырған президенттерге наразылықтан басталған еді. Соның өзінде мұрагерлік жолмен ұлына тапсырып кеткен кім екен? Сирияның президенті 32 жыл ел билеген. Кім? Хафез әл-Асад. Башар әл-Асадқа тапсырып кеткен екен. Жарайсыңдар. Ал балалар, осы білімдеріңді мына картадан көрсетіңдер, өздерің қай елді таңдап көрсетіңдер қазір соны. Қалып көрейік шына картадан. Астанасы қай ел? Эль-Джауф. Келесі, Алмаға, сен қай елді көрсеттің? Мен елін көрсеткен едім, оның астанасы Сана. Жарайсың. Кел, аяу, кел. Кезекпен келіп көрсете берді. Мен Иран мемлекетін көрсеттім, және бұның астанасы Бағдад. Жарайсың. Мен осы Тунис мемлекетін көрсеттім, бұның астанасы Тунис. Жарайсың. Жалпы араб көктемінің басталуы осы Тунис елінен басталған еді. Мен Судан елін көрсеттім, бұның астанасы Хантур. Дұрыс, кел, Райымбек. Сен көрсеткен едің? Мен Сирия елін көрсеттім. Сирияның, Сирия. Қады кел. Сирияны тауып алып. Ирактың төбесінде Ирак пен Қадыдан көрсет, кім көмектеседі? Кел. Аяу көмектесішілер. Оның астанасы Дамаск. Дамаск қаласы, міне Сирия деген ел екен, міне Дамаск. Тағы кім қалды бізге? Асқар. Сен қай елді көрсеткен? Иордания елі, оның астанасы. Иорданияның астанасы Амман екен. Жарайсыңдар. Балалар, тарихтың негізгі кілті карта. Карта тілімен де түсініп, біліп, сөйлеп үйренуіміз керек. Дүние жүзін, әлемді тану үшін біз картаны жазып үйренуіміз керек. Өздеріңді бағалау парақтарымыз жүргізіп отырыңдар. Осы уақытқа дейін қазір орындаған тапсырмалар бойынша бағалап шығыңдар. Өздеріңді топ басшыларына бағалап қойсын. Ал бізде келесі
тапсырма сендерге осы бүгінгі сабағымызды қорытындылау мақсатында сендерге жалған және ақиқат кестесі бойынша тұжырымдама ұсынамын. Осы бойынша өздеріңнің бүгінгі сабақтан түйгендеріңді осы жерде белгілеп бересіңдер. Кестені аламыз да жеке-жеке орындаймыз. Қанекей, жетті ма барлығымыз? Ал енді осы тұжырымдаманы оқимыз. Сол мәліметтің жалған немесе ақиқат екенін анықтаймыз. Осы жүрекшеге өздерің бүгінгі сабақ туралы пікірлеріңді берсеңдер. Сосын топ басшылар маған жаңағы топтың қойған бағалау парағын жинап берсең. Қанекей, атылсам яқа беріңдер. Телефон әдәлмен? Қайтарады. Алдын өтіп. Сабағымызда жүректе өз пікірлеріңді жазасыңдар. Аға берді. Халықтан алған әсерлерін үйге тапсырмасын береді. Осы